Жамбыл облысының әкімі Шу ауданының тұрғындарымен кездесті. Басқосуда ауданның әлеуметтік экономикалық дамуы, инфрақұрылым, құрылыс және спорт нысандарына қатысты өзекті мәселелер талқыланды. Сонымен қатар облыс әкімі бірқатар нысанның құрылыс жұмыстары белгіленген мерзімде аяқталмай жатқанын сынға алып, жауаптыларға нақты тапсырма жүктеді. Шу ауданына жұмыс сапарымен барған өңір басшысы алдымен бірқатар әлеуметтік және өндірістік нысандарды аралап көрді. Кейін аудан тұрғындарымен кездесіп, атқарылған жұмыстар мен алдағы жоспарларды талқыға салған. Басқосуда тұрғындар көкейдегі сауалдарын қойып, шешімін күткен мәселелерді ашық айтты. Өз кезегінде облыс әкімі де ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына тоқталды. Айтуынша 2026 жылдың алғашқы 4 айында аудан экономикасы 17,9%-ға өсіпті. Ал ауыл шаруашылығы саласын қолдауға 32,6 миллиард теңге бөлінген. Сонымен қатар Шу ауданына жалпы құны 1 триллион теңгеден асатын 33 инвестициялық жоба кезең-кезеңмен жүзеге асырылып жатыр. Жыл басынан бері экономикалық өсім 17%, 17,9% деңгейінде қалыптасып, өнеркәсіп өнімінің көлемі 20,6%-ға, құрылыс жұмыстары 27,3%-ға, байланыс, ауыл шаруашылығы, көлік, сауда бәр салаларда бізде өсім байқалып жатыр облысымызда. Жиында тұрғындар электр желілерінің тозуы, жол сапасы және әлеуметтік нысандар тақырыбын талқыға салды. Мектеп мәселесі де назардан тыс қалмаған. Мәселен, Абай атындағы орта мектептің бастауыш сыныптары жарты жылға уақыт дене тәрбие сабағын көрмеген. Себебі балалардың спортпен айналысатын арнайы орны болмапты. Орталықта Абай деген мектеп бар. Орта мектеп бар. Ол жерде үлкен класстардан точно айта алмаймын, но бастауыш класстың балалары жарты жылдық дене шынықтыру пәнін көрмейді. Өйткені жаттығатын жер жоқ. Мұратбаева мектебінің балансында болған, оны біз өзіміздің балансқа алдық 3 гектар жері. Ол ояқта дым жоқ енді, Ербол Жақпайыш. Ол ішінде қана қоршауы бар, топырақ шығып атқан жер. Біз оны да жекеменшікке шығармай, мемлекеттің балансını өзімізге алып, оны да қазір не теннистің центр сияқты қылып, инвесторлармен жұмыстарымыз жүргізіп жатырмыз. Аудан аумағындағы заңсыз карьерлердің жұмысы да бүгінгі жиында қызу талқыланды. Облыс әкімі бұл бағыттағы бақылауды күшейтіп, заң бұзушылықтарға жол бермеуді тапсырды. Сондай-ақ ауданның бас жоспарларының әлі күнге дейін аяқталмауы да сынға қалды. Өңір басшысы ауданның даму қарқынын ескере отырып, бұл жұмысты жеделдетуді тапсырды. Бұдан бөлек отбасын қолдау орталығының ғимараты мәселесі, аяқталмай жатқан құрылыс нысандары мен жаңа жұмыс орындарын ашу жайы да назардан тыс қалмады. Қаланың даму, жаңада да бағыттардың дамып жатқаны, әсіресе қызмет көрсету саласы, қаншама инвесторлар жүр қалада. Кешке жақын тұрғындардың бәрі көріп отыр ғой. Құрылысшы инженерлердің бәрі кешке жақын келіп біздің қала Шу Төле биде болады. Сол себептен осының бәрін ескеріп тездетіңіздер. Кездесуде республикалық маңызы бар Шу тас жолының құрылысы сөз болғанында қоса кетейік. Құны 21 миллиард теңге болатын бұл жоба мердігердің ауысуына байланысты кешігуде. Сонымен қатар Жайсаң және Жаңа Қоғам ауылдарында жаңа мектептердің құрылысы жүргізіліп жатыр. Кездесу қорытындысында облыс әкімі көтерілген барлық мәселелерді бақылауда болатынын айтып, жауапты тұлғаларға нақты тапсырмалар жүктеді. Бекзат Әшірбай, Аңсар Тілепберген, Елдар Түстікбай, Қордай 24 News.